Ассаламу алейкум, сіздерді каналымнан көргеніме қуаныштымын. Бұл видеода кішкентай балаларға 1,5-2 жасқа арналған осындай триконың тігілу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Бізге трикотаж матасы қажет болады. 2-ге бүктеп, үйдегі баламыздың киіп жүрген трикосын алып, осылай 2-ге бүктелген матамыздың үстіне қойып, жан жағынан 1,5-2 сантиметрдей қалдырып, бастырып, сызып аламыз. Және матамыздың қалғанынан екінші детальды тура осылай етіп бастырып, сызып аламыз да, қайшымен қиып, және оң бетмен оң бетін беттестіріп, бір-біріне келтіреміз. Артық жерлері болса қиып, тегістеп, екеуін бірдей етіп аламыз. Алдыңғы бөлігімізді төменге қарай 3 сантиметрді белгілеп, бел сызығының центрін тауып, сол жерге сызып, міне осылай қайшымен қиып аламыз. Алдыңғы бөлігіміз артқы бөлікке қарағанда сәл төмендеу болады. Оң бетмен оң бетін беттестіріп, ау сызықтарын түзеу тігіспен тігіп шығамыз. Егер сіздің оверлогыңыз болған болса, онда бірден оверлог тігіспен тігіп алсаңыз болады. Оверлогыңыз болмаса, бірінші түзеу тігіспен тігіп, содан кейін зигзаг тігіспен тігіп аламыз. Енді трикомыздың балақтарын тігетін боламыз. Ол үшін осылай бір-біріне ау тігістерін бір-біріне келтіріп, инемен түйрелеп аламыз. Содан кейін осылай айналдырып тігіп шығатын боламыз. Түзеу тігіспен тігіп аламыз, 1 сантиметр қалдырып, содан кейін шетін міндетті түрде зигзагпен тігіп шығамыз. Мінекей, мен зигзаг тігіспен тігіп алдым. Енді балақтарын қайтарып тігіп алам, содан кейін беліне резинка салатын боламын. Ол үшін осылай 2 сантиметрге қайырып, айналдырып, түзеу тігіспен тігіп аламын. Және резинкамды өткізетін жерді тікпей қалдырып кетемін. Тігінші ханымдар, менің видеоларыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және достарыңызға, таныстарыңызға видеоны таратыңыздар, олар да қуанып қалсын. Беліне резинка тұратын жерін тігіп алдым. Енді 2 балағын осылай ішке қарай қайырып, 2 рет түзеу тігіспен тігіп аламын. Келесі видеоларда триконың басқаша, яғни манжетпен тігілулерін көрсететін боламын. Келесі видеолар шықсын десеңіздер, сіздер барынша қолдап отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған шабыт береді. Трикомыз почти дайын. Енді беліне резинка тағу ғана қалды. Бұл жерде мына жерін қалдырып кеттік қой тікпей. Сол жерінен резинкамызды өткіземіз. Менің пайдаланатын резинкам 2 сантиметрлік осындай жалпақтау резинка. 1 сантиметрлік салсаңыздар да, ол енді өздеріңіздің қалауларыңыз. Резинкамызды өткізіп, тартып, жиырылған жерлерін біркелкі етіп аламыз. Мінекей қыздар, осымен біздің трикомыз дайын. Өте әдемі және оңай, тез тігіледі. Егер де менің видеом ұнаған болса, еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де келесі видеоны күтіңіздер.